Қайырлы күн достар, видеоны соңына дейін қарап каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Құранды оқып үйрену мен үйретудің маңызы қандай? Барлық болмыс атаулы мен таңғажайып ғаламның жаратушысы Аллах тағала ислам діні арқылы діндерді толықтырып, кемеліне келтірді. Адамзаттың бақыты үшін Құран кәрімді түсірді. Құран аса дана һәм шексіз рахым иесі, Хақ тағала тарапынан түсірілген, адамзатты шынайы бақытқа жетелейтін, қияметке дейін бір әрібі өзгермейтін мәңгілік мұғжиза. Құран жаратқанның тура жолы әрі хаққа бастар нұр. Ол соңғы пайғамбарлықтың құжаты, ханиф, тура діннің ділі, әрі ислам шариғатының ата заңы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран аяттарын неғұрлым көп жаттаған адамның жұмақта дәрежесінің соншалықты жоғарылайтынын айтады. Абдуллах ибн Амр ибн әл-Ас риуаят еткен хадисте Құран иесіне Құран оқып жаттаған адам былай делінеді: оқы және жоғарыла, төрлет, оқы, дүниеде қалай оқыған болсаң, дәл солай оқы. Расында сенің орның ең ақырғы оқылатын аятта. Тирмизи, Әбу Дауд және Ахмад. Расулуллах және бір хадисте Құран оқу адамды бүкіл болмысымен ізгілікке бет бұрғызатынын айтады. Егер Құран оқитын мұсылманның ішкі дүниесіне үңіліп қарасаң, оның тап-таза екенін көресің. Егерде жүріс-тұрысына қарасаң, оның көркем мінез құлықты, биязы екенін көресің. Бұны пайғамбарымыздың мына хадисінен білеміз. Құран оқитын мумин дәл утрижжә, ситрон, лимон сияқты, иісі хош, дәмі керемет. Құран оқымайтын мумин дәл құрма секілді, хош иісі жоқ, дәмі тәтті. Құран оқитын мұнафық екі жүзді, райхан гүлге ұқсас, иісі хош, дәмі ащы. Құран оқымайтын мұнафық Ханзала, Калаквин тәрізді, хош иісі жоқ, дәмі ащы. Бухари, Муслим, Тирмизи, Әбу Дауд, Нәсаи және Ибн Мәджә. Абдуллах ибн Масхуд айтады: кімде-кім Құранды сүйсе, жақсы көрсе, Аллах пен елшісі де ол адамды сүйеді. Кімде-кім Аллах пен елшісінің сүйіктісі болуды қаласа, онда өзінің Құранды қаншалықты сүйгендігіне қарасын. Хайсами және Әт-Табарани. Құранға деген махаббат оны оқуға байланысты. Бұл қасиетті кітапты оқу ең ұлы ғибадаттардың бірі, әрі Аллахқа жақындататын бірден бір төте жол болып табылады. Аллах тағала бізге қасиетті Құранды оқуды әмір еткен. Құранда Құраннан оқи алатындарыңды оқыңдар. Муззамил 20 аят деп айтылса, Әбу Умама рият еткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран оқыңдар, ол қиямет күні иесіне шапағат етеді. Муслим деген. Келесі хадистерде Құранды оқудың қандай сауап екендігі айтылады. Кімде-кім Аллахтың кітабынан бір әріп оқыса, бір сауап, ал бір сауап 10 сауапқа тең. Алиф, ләм, мим, Бақара сүресінің басы. Бір әріп деп айтпаймын. Алиф бір әріп, ләм бір әріп, мим бір әріп. Тирмизи, Абдуллах ибн Масхуд риуаят етеді. Яғни алиф, ләм, мим үшеуі 3 бөлек әріп болып есептелгенде 3 сауап, ал 3 сауап 30 сауапқа тең болады. Құранды жақсылап оқыған, әріптерін дұрыс айтуға машықтанған, әрі аяттарға амал еткен мұсылман Құранды жазуға тағайындалған мәртебелі періштелермен бірге болатынын бізге мүминдердің анасы Айша риуаят еткен хадистен көреміз. Құранды шебер оқуға машықтанған жан Құранды жазуға тағайындалған мәртебелі періштелермен бірге болады. Ал Құранды оқығанда кекештеніп қиналса, 2 сауап алады. Бухари, Муслим, Әбу Дауд және Тирмизи. Аллах тағала да әрдайым Құран оқитын және оған амал ететін пенделеріне сауабын еселеп беретінін айтады.
Әлбетте, Аллахтың кітабын оқитын, намазы толық атқаратын және біз ризық етіп берген нәрселерден Аллах жолында жасырын және жария жұмсайтындар ешқашан бітпейтін сауда-саттықтан үміт етеді. Яғни олар жақсы амал, қайыр, садақа арқылы Аллахтан сауап күтуден. Өйткені Аллах олардың сауаптарын толық етіп береді және өз кеңшілігімен оларға қосымша сый береді. Әлбетте, ол жарылқаушы әрі шүкір етуші, яғни аз ғана игі амал үшін көп сый беруші. Фатыр 29-30 аят. Құранды үйрету және жаттау уәжіп кифаяға жатады. Яғни мұсылмандардың кейбірі үйретсе, бұл міндет жалпы үмбеттің мойнынан түседі. Керісінше жағдайда үмбеттің барлығы күнәһар болады. Пайғамбарымыз еш уақытта сахабаларға Құранды жеткізу және үйрету ісін кідіртпеген. Себебі Аллах тағала оған былай деп әмір еткен: «Уа пайғамбар, саған Раббың тарапынан түсірілген нәрсені жеткіз. Егер бұны істемесең, онда елшілікті жеткізбеген боласың». Маида сүресі 67 аят. Аллах тағала мұсылман үмбетін жер бетіндегі қайырлы үмбет етті. Бұл үмбеттің кітабы қасиетті Құран, ең абзал кітап. Сол себепті бұл үмбетке осы кітапты жеткізіп үйретуде аянбай қызмет еткен. Видеоны ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.